Баршаңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда сіздерге дрожжысыз, яғни дрожжы қосылмаған бауырсақ рецептіме бөлсемін. Алдымен видеоны көрместен бұрын тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Мінекей іші осындай болады, өте дәмді болады, небәрі 10 минутта жасалады. Бізге алдымен айран, оның үстіне сұйық май, жұмыртқа, тұз, қант және разрыхитель қосып, жақсылап қасықпен немесе венчикпен араластырып аламыз. Айран жылылау болған дұрыс, немесе айранның орнына сүт қоссаңыз да болады. Енді електен өткізілген ұнды қосамыз. Міндетті түрде електен өту керек, қыздар. Алдымен қасықпен, артынша қолмен илеп аламыз. Бөліп осылай 500 грамм ұнымызды бөліп қосатын боламыз. Енді ары қарай қолмен илейміз. Бізде өте жұмсақ қамыр шығады. Яғни қатты нығызғып, тығызғып илеуге болмайды. Жұмсақ күйінде қалдыруға тиіспіз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр болып шықты, өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай. Енді 5-10 минутқа бетін тындырып жауып қоямыз. Мінекей бізде сәл-мәл көтерілді. Енді осы қамырымызды ұнның көмегімен жайып аламыз. Міндетті түрде ұн сеуіп отырыңыздар, себебі бұл қамыр жұмсақ болғандықтан жабысып қалуы мүмкін. Мен осындай мінекей кружкамен істедім. Дөңгелек қып, немесе сіздер кез келген формамен дөңгелек етіп, немесе төрт бұрышты етіп кессеңіздер болады. Қалыңдық қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа болуы тиіс. Мінекей. Енді осы қамырларымызды ыстық, яғни қызып тұрған майда бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Қарап тұрғандарыңыздай бірден көтеріліп, дөңгеленіп, өте әдем болып пісіп жатыр. Балаларға тез жасап беруге өте ыңғайлы әдіс. Жасап көріңіздер, және де басқа да менің каналымда рецептер өте көп. Каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Өте жұмсақ болып, ішінің бәрі пісетін болады. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.